Қайырлы күн достар, бүгін біз енді хачапури жасап көрсетейін деп отырмын. Хачапуриға керекті өнімдердің бәрін дайындап қойдым. Мына жерде 150 грамм ұнымыз бар, және кішкене ол да 150 грамм сырымыз, және 2 жұмыртқа. Одан кейін үйде бар затым укроп пен болгар бұрышын дайындап қойдым. Енді содан кейін айранымыз бар. Қазір әуелі 2 жұмыртқамызды жарып аламыз. Жарып алғаннан кейін әбден араластырып, айранымызды құйып, кезекпен кезек солай хачапуриміздің қамырын жасап аламыз. 1-2 минут қана айналдырамыз. Енді мына айранымызды құятын боламыз. Одан кейін барып тұзымызды саламыз. Тұзымызды көп салмаймыз, осындай кішкене ғана дәмі кірсе болды. Тұзымызды салдық. Одан кейін ұнымызды жаймендеп салатын боламыз. Егер ұн көп болып кететін болса, онда айранды тағы да құюларыңызға болады. Енді сұйықтау болып тұр. Енді мына бар ұнымызды саламыз. Енді тағы да жақсылап араластырамыз. Енді қазір осыны қасықпен жинап аламыз. Қазір тағы да араластырып жіберемін. Содан кейін барып укропымызды, болгар бұрышын бәрін салатын боламыз. Немізді саламыз, укропымызды. Одан кейін болгар бұрышын салып, бұны тек қасықпен ғана араластыратын боламыз. Енді бұл жаңа осы немізге, қамырымызға кішкене не қосамыз, разрыхлитель көтерілу үшін. Мен екі нан шығатындай қылып жасап жатырмын. Өйткені қазір тамағымызға, шайымызға осыны кішкене қосып жеуге. Енді көп қоспаймыз, осылай болады. Қостық, енді араластырып, қазір ірімшігімізді саламыз. Содан кейін пісіріп жейтін боламыз. Сырымызды қосамыз. Бұл жерде енді 2 нан шығатын болады. 2 хачапури наны шығады. Егер қатты қою болып кетіп жатса, осындай. Мен қазір енді кішкене айран құяйын деп тұрмын. 1 қасықтай, я болмаса 1 жұмыртқа қосып, жаңа пісіріп алсаңыздар болады. Бұл 2 нан шығады. Хачапури нанына қазір пісіріп, сковородкаға пісіретін боламыз. Ал достар, бұған кішкене сары майды салып ертіп алдым. Енді мына андай ыдысқа салып, қазір осыны қоямыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Енді осылай бүйтіп жаямыз. Жұқалап. Енді аздау қалды. Тағы да қоямыз. Тез дайындалады, өте жылдам. Және тез пісетін болады. Осы біздің хачапурimiz. Ожаумен осылай тегістеп жіберсеңіздер, өзі әдемі болып жайылады. Міне болды. Енді қазір, міне достар, жаңа бір несін құйдым ожауын. Енді осыны аударып көрсетейін деп жатырмын. Өздерінің міне осылай. Енді үстіне осыны сармай жағып отырмын. Сосын келесі бетін пісірген екен, оны түсірген екен, сармай жағып, осылай әдемі қылып пісіріп алып жейтін боласыздар. Мына асты үстіне осылай 2 минут, 3 неде 5 минутта пісіріп алдым. Енді осыны қазір осылай. Енді осыны қазір біздер сармай жағатын боламыз бетіне.
осылай пісіріп алып кете береміз. Сары майымыз ериді. Өте жұмсақ. Ал достар, хачапури дайындап алып келдім. Енді подружкам қазір сіздерге дәмін көртіп айтып. Хачапури деп бүгін мен қонаққа келіп жатыр, маған түрлі Ақтөбеден келіп жатырмын. Дәмін көрейік, жылдан пісетін екен. Тез дайындалды. Дәмін көрейік. Сытный. Дәмді. Не істейді жаңа? Қаның ашпайды деген сияқты. Жақсы екен.